Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз бір тұрақты коэффициентпен берілген бір текті емес дифференциалдық теңдеулер. Енді осыған біз мысалдар қарастырайық. Y(x) минус 2y' плюс 2y тең x квадрат. Біз алдыңғы тақырыптарда тең 0 болған жағдайын, яғни біртекті болған жағдайын қарастырып едік. Енді осы біртекті емес болған жағдайын қарастырамыз. Ол үшін алдыменен біртекті түрге келтіріп алайық. Y(x) минус 2y' плюс 2y тең 0. Y'-ті тең k деп аламыз. Так, k квадрат минус 2k плюс 2 тең 0. Так, дискриминант табатын болсақ, v квадрат, яғни v квадрат 4 минус 4 көбейту 2 тең минус 4 тең 2 иға тең екен. Сонда k1, k2-міз тең минус v, яғни 2 плюс минус 2i бөлінген 2 тең 1 плюс минус i. Енді осыдан біз жауабын жазатын болсақ, y тең e-нің x дәрежесі s1 косинус x плюс s2 синус x. Так, бұл тең 0 болған жағдайдағысы теңдеудің шешімі. Ал енді бізде біртекті коэффициенттер тұрақты болып келген біртекті емес болып тұр, яғни тең x квадрат болып тұр. Оны біз былай аламыз. U тең ax квадрат плюс vx плюс s. Енді бізде мына жерде y' және y' болған себепті біз бұдан u' және u2' табамыз. u'-іміз 2ax плюс v. Ал u2'іміз тең 2aға тең. Енді осы u'-ді біз мына жерге апарып қоямыз. Сонда u2'дің орнына 2a минус 2, u'-дің орнына 2ax плюс v және плюс 2, y-дің орнына мына u-ды қоямыз. ax квадрат плюс vx плюс s. Так, енді осыны біз x квадратқа теңестіріп қояйық. Так, енді біз осыны жинақтайтын болсақ, жақшаларды ашып жинақтасақ, 2a минус 4ax минус 2v плюс 2ax квадрат плюс 2vx плюс 2s тең x квадрат. Так, енді мына x квадратты бірінші жазамыз. 2ax квадрат. Мына x пенен мына x-ті бір жақшаның ішіне алайық. Плюс 2v минус 4ax. Енді бос мүшелерді 2a плюс 2a минус 2v плюс 2s тең x квадрат. Так, енді осы жерден теңестіреміз енді. Мына 2ax квадрат пенен мына x квадраттың алдындағы коэффициенттерін теңестіреміз. Сонда 2a тең 1-ге тең. Ал мына жерде x жоқ болған себепті 2v минус 4a-ны 0-ге теңестіреміз. 2v минус 4a-ны тең 0-ге теңестіреміз. Ал мына жерде бос мүше болмаған себепті 2a минус 2v плюс 2s-ны тағыдан 0-ге теңестіреміз. 2a минус 2v плюс 2s-ны тең 0 деп аламыз. Енді осы жерден a, v, s-ны табамыз. a-ны табатын болсақ, a тең 1 бөлінген 2 тең. Ал мына жерге a-ны қоятын болсақ, 2v тең 4 көбейтілген a. Яғни 2v тең 4 көбейтілген 1 бөлінген 2. Мына екеуі қысқарып кетеді, v тең 1-ге тең. Енді мына жерде a-ның, v-ның, s-ның, a-ның, v-ның мәнін қоятын болсақ, s-ны табуға болады. 2s
тең 2v минус 2a-ға тең. Бұдан 2s тең 2 көбейтілген v-мыз бізде 1-ге тең минус a 2 көбейтілген 1 бөлінген 2 тең. Дұрыс па? Так, енді бұдан 2s-мыз тең 2 минус 2, мына 2 мен 2 қысқарып кетеді, минус 1-ге тең екен. Сонда с тең 1 бөлінген 2 тең. Мына 2-ні неқа шығарып береміз. Енді осы табылған a-ның және v-ның, с-ның мәндерін біз қайда апарып қоямыз? Мына жерге a, v, с-ның орнына апарып қоямыз. Сонда біздің u-мыз тең a дегеніміз бізде 1 бөлінген 2x квадрат плюс v дегеніміз 1-ге тең x плюс 1 бөлінген 2 тең екен. Яғни біз u-ды таптық. Жалпы шешімі бізде мына y тең ex плюс 2 с1 көбейтілген косинус x плюс с2 синус x-ің және мынаның қосындысына тең екен. Сонда y-іміз тең e-нің x дәрежесі с1 косинус x плюс с2 синус x қосылған 1 бөлінген 2x квадрат плюс x плюс 1 бөлінген 2 тең екен. Так, яғни коэффициенттері тұрақты болып келген жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін біз алдыменен оны бір текті теңдеулерге айналдырып аламыз. Яғни y' минус 2y' плюс 2y тең 0. Бұдан y' тең k деп аламыз. Яғни y' орнына k квадрат минус 2k плюс 2 тең 0. Бұдан дискриминатты табатын болсақ, дискриминат v квадрат минус 4ac, яғни қоятын болсақ, ол теріс сан шығып тұр төбірасынан. Төбірасынан теріс сан шыққан себепті біз оны комплекс сан түрінде жазамыз. 2i түрінде жазамыз. К 1-де 2-міз, сонда 2 қосылған 2i бөлінген 2 тең 1 қосылған плюс минус i-ға тең екен. Оның жалпы шешімі y тең e-нің x дәрежесі с1 көбейтілген косинус x плюс с2 көбейтілген синус x-ға тең. Енді u тең ax квадрат плюс vx плюс s және u' тең 2ax плюс v, u2' тең 2a деп теңдеуді шешкен кезде мынаның бәрін a, v, s-ның коэффициенттерін тауып және мынаны y тең e2 с1 косинус x плюс s2 синус x плюс 1 бөлінген 2x квадрат плюс x плюс 1 бөлінген 2 тең екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.